Енді мен Фаридтің тақырыбын жалғастырайын. Рилста, ТикТокта бізді көп отметка жасайды. Осы жұп идеальный деп, оның жігіті Дархан идеальный деп. Бірақ идеальный нәрсе просто аспаннан ешқашан түспейді. Бұл қарым-қатынаста біз үлкен жұмыс жасадық. Ең бастысы бізге сылтау керек. Міне 10 жігіт идеальный, оларда солай болып кетті деп сылтау айту бізге оңай. Маған да оңай, мысалы спортта 10 бапкері мықты, сол үшін ол чемпион деп айтуға. Бірақ егер мен жұмыстансам, біз жеңіске жетеміз. Солай да біз қарым-қатынаста кім болса да, қалай болса да, егер біз өмірімізді қолға алып жұмыстансақ, біз жеңіске жетеміз. Бұл жерде бізді құртатын ол сылтаулар. Сол үшін сылтау айтпай, біз тек жұмыс жасау керекпіз. Және тағы бір нәрсе айтқым келеді, сіз қалағандай сіздің өміріңізді ешкім келіп жасап бермейді. Тек қана сіз жасайсыз оны. Бәрі біздің қолымызда. Қазір міне сіздерге осылай әңгіме айтып отырған кезде, бұрынғы өзім есіме түсіп жатыр. Универде оқыған кезде әйел адаммен мен сөйлесе алмайтынмын ешқалай. Прикол айтатын, кәдімгі ер бала секілді жылатып қоятын да кейбір кезде. Қазір мен басқа мысалы өзіне қарым-қатынасын бірінші очередь өзгертетін ол әйел адам. Ер адам бір күні келіп сізге қарым-қатынасын өзгертіп жібермейді. Сіз егер өзіңізге сыйластық қойып, өзіңізге қарым-қатынасыңызды өзгертсеңіз, сол кезде ер адам басқаша сізбен сөйлейтін болады. Бөліп, уақыт бөлетін болады. Сол үшін әйел адам өзін рухани түрде дамыту керек бірінші очередь. Өйткені әйел адам мотивация береді ер адамға. Алға тоқтамай жүру үшін, шаршамау үшін энергия береді әйел адам. Ер адамға тек поддержка керек. Сол үшін сол поддержканы дұрыс беру керек, энергиямен бөлісу керек, ер адаммен дұрыс сөйлесу білу керек. Ол өте маңызды деп ойлаймын. Ал енді соңында айтқым келгені, сіздің өміріңіз, сіздің отношениеңіз бәрі сіздің қолыңызда. Сіз оны құрасыз, сіз оны идеально қылдырасыз.